Мемлекеттің бірінші дәрігерінің жұмысына депутат неге үштік баға берді? Министр өз жұмысын қалай бағалайды? Шетел асқан қазақстандық балалардың денсаулығында туапты кінәрат болғандығы рас па? Бұл жөнінде не белгілі? Құран кітабын өртеп бірнеше наразылық акциясын өткізген 38 жастағы ирактық Салбан Момика кісі қолынан қаза тапты. Оқиға жайлы не белгілі? Маңғыстаулық фитнес жаттықтырушы Алина Серікованы қорлап өз-өзіне қол салуға итермелеген сотталушыларға үкім шықты. Жан түршігерлік оқиғаның мән-жайы қалай болған? Қосылған құн салығын көтеру халыққа қалай әсер етпек? Бензин бағасы мен коммуналдық тарифтер көтеріле ме? Жыр болған міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі. Мәміш жүйесін одан әрі жетілдіру тақырыбындағы үкімет сағатында денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова баяндама жасады. Мемлекеттің бірінші дәрігерінің жұмысына депутат неге үштік баға берді? Министр өз жұмысын қалай бағалайды? Шеше алған жоқ. Нақты осы Әлназарова министр шеше алған жоқ. Бұрынғы министрлер де шеше алмады. Алайда бұндай қысқа мерзім шеше ала ма, шеше алмай ма деген екінші сұрақ. Енді бұған бет бұрды ма, түсініксіз шын айтсам. Бүгін тыңдап отырмыз. Нақты әрекет бола ма, болмай ма? Үлкен сұрақ. Осы денсаулық сақтау саласындағы бір жүйелік үлкен өзгерістер қажет. Оны енді тиісті мамандар, тиісті ведомстволар өздері мен бір қалыпты жағдайға қояды деп ойлаймын. Мен өзім ауруханаға бармаймын да, барғым келмейді де шын айтсам. Сондай бір Құдай сақтасын, ауырсам онда өзім барып басқаны емделемін. Бірақ біздің жұмыс істейтін жұмысшыларымыз бар өзіміздің. Соларға мен кейде барғанда әңгімелерді естимін. Ешқандай дұрыс көмек алмайды. Ол жерде тек қана ақша табуының көздері. Ана отырған дәрігерлер сені ойламайды, сенің денсаулығыңды ойламайды. Олар өздерінің ана ауруханаға ақша табуды ойлайды. Олар ана қарап отырсаң, олар отчет жазып отырады, сенің денсаулығыңды қарап отырмайды. Бұл деген барып тұрған бассыздық деп ойлаймын. Бұл система әлі жұмыс істеп тұрған жоқ бұл жүйе. Сонда министрдің бүгінгі есебі сізді сендіре алмады ма? Әлі сендіре алмады, өкінішке орай. Егер тура осы мәміш жүйесі тура осы қалпында дамымай қала беретін болса, мен оған көңілім толмайды. Ал егер бұны жаңа келген министр енді келгеніне 10 ай енді ғана болды, қазір көптеген реформалар жасап жатыр, көптеген интеграциялар жасап жатыр программалар бойынша. Егер осылардың бәрін іске асыратын болатын болса, мүмкін тағы бір жылдың ішінде дұрысталып кететін шығар деген ойдамын. Бірақ бүгінгі күндегі отандық медицинаның мәселесіне мен көңілім толмайды. Ол қамтай алмайды. Бұрынғы айтқан удовлетворительный дейді ғой, қанағаттансыз емес, қанағаттанарлық үш қажет. Сіздің бүгінгі баяндамаңызға байланысты депутаттар тарапынан көптеген сын айтты. Біздің сауалдарымызға жауап беру барысында арасында енді сіздің жұмысыңызды үшке бағалаған депутаттар болды. Енді сізге сауалым, сіз енді өзіңіздің жұмысыңызды қай деңгейде бағалайсыз? Енді әркім өзіне өзі сыншы ғой. Нақтылау сұрағым, шетелдік, біз енді қазақстандықтар отандық медицинаға көңіл толмайтын азаматтар шетелден еміз деп жатыр. Қанша уақыт керек шетелдік азаматтардың Қазақстанның медицинасына келіп жүгінуіне? Рахмет, үлкен күрделі сұрақ. Енді біз осы денсаулық сақтау министрлігі бір жылдан бері халықтың қанағаттанбау деңгейінің себептерін анықтап жатырмыз. Сол себептерге нақты әсер етуге жұмыс жасап жатырмыз. Жаңа баяндамамда айтып кеттім, тиісті стандарттарды, хаттамаларды қайта қарау. Денсаулық сақтау министрлігі тарапынан шетелге баратын азаматтарымыздың өзінің белгіленген тәртібі бойынша және де белгіленген тізбесі бойынша сол тізбеге жататын диагноздар болса, тиісті мемлекет тарапынан қаражаттар бөлініп шетелге ем алуға мүмкіншілік бар. Мысалға 24 жылдың қорытындысыменен 1 миллиард 100 миллион теңгенің көлемінде осы шетелде ем алған денсаулық сақтау министрлігінің жолдамасыменен азаматтардың емдері негізі өтелді мемлекет тарапынан. Бүгінгі таңда барлық қазақстандарға қолжетімді екенін айтып кетуіміз керек. Оның үстіне біздің елімізге де басқа мемлекеттерден медициналық туризм деп айтылатын үлкен осындай оталар жасауға азаматтар келіп жатыр. Бұл біз бағыттағы жұмыстарды одан әрі жетілдіретін боламыз. Себебі біздің Қазақстанның медицинасын дәрігерлердің потенциалын жоғары деп айтуға болады. Сұрақты қоймай талқылағым деген және ана министрдің жауабына қанағатсыздықпен қарап отырмын, қанағаттандырылмадым. Айтқан бас десе құлақ дейді, және бір әріптесім айтты. Бара жақтан былай сұрақ қойса, басқа сұраққа жауап беріп жатады. Ол дегенім не? Ол ана министрдің өз деңгейіне дейін жетіп ана аяғына түсінбегендіктен.
кім сияқты, Тұмашынов әріптесім сияқты 3 қоймай ақ қояйын, әзірше 4 деп айтуға болады егер. Отандық медицинаға көңіліңіз тола ма? Отандық медицина әрине көңілім толмайды. Бұл енді былай енді Астанада, отандық медицина Астанадағы медицина және өңірлердегі медицина деп айтуға болады. Әрине Астанадағы сәл көңіліңіз толғанымен, мынау өңірлердегі медициналық кәсіпорындардың жұмысы көңілім толмайды. Экс-денсаулық сақтау министрі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, академик Жақсылық Досқалиев журналист Дәурен Сейтжанұлына берген сұхбатында шетелдік азаматтар асырап алған қазақстандық балалардың денсаулығында туа бітті кінәрат болғандығын айтқан еді. Ал асырап алған шетелдік азаматтар науқас балалардың қатарға қосылып кетуіне қаншалықты үлес қосты? Бұл жөнінде қандай ақпарат бар? Олар ауру балаларды алып, емдеп, осы қоғамға кіргізіп, және арғарай білімін беріп, және де осы қоғамда арғарай өмір сүрелетін жағдайға жеткізіп отыр. Түсіндіңіз бе? Енді ондай болса, енді мына біздің балалар үйлері оны жасай алмайды. Рас айтам. Шетел асып кеткен балалардың, қазақстандық балалардың денсаулығы жөнінде сіздерде бір қандай да бір зерделеу жұмыстары жүргізіле ме? Асырап алған жаңағы ата-аналары олардың денсаулығын жақсарту бағытында жұмыстар жасады ма? Енді бізде әлеуметтік желіде Қазақстандан асырап алынған баланың, қыз баланың жаңағы өгей әкесі тарапынан зорланып келгендігі бұқаралық ақпарат беттерінде қатты талқыланды. Аталған жағдайлар бойынша сіздерде мәліметтер бар ма? Бұл мәліметті біз денсаулық сақтау министрлігінің тарапынан құзыретімізге жатпайтынын ескере отырып, бұл ақпарат жиналмайды. Бұл балалардың құқықтарын қорғау комитеті бар, арнайы білім министрлігінде. Сол комитет тарапынан негізі шетелге асып кетіп жатқан, немесе сояқтағы балалардың жағдайын үнемі біліп отыратын, мониторинг жасап отыратын комитет бар. Яғни денсаулық жөнінде ешқандай сіздерде мәлімет жоқ. Шетелге балаларды шығарып, шешеміз деген дүние ол санаға сыймайды. Біз өз ішімізде, өз елімізде жаңағы сырқаты бар, басқа туа біткені бар, басқадай дертке ұшырағандар бар. Оларды жаңағы медициналық басқа да қамту мәселесін тұтастай жүйелі тұрғыда шешуіміз керек. Ал енді 1-2 баланы шетелге шығару арқылы ол елдегі проблема шешіліп қалады деп ойламаймын. Денсаулық сақтау министрлігінің бұл басты жұмысының бірі. Өйткені біздің Қазақстаннан шетелге шыққан болсын, осы жердегі өзіміздің жетім балаларымызды асырап алған кәсіби болмаса жаңағы қабылданған отбасылар болсын, ол жердегі балалардың денсаулығын қарау, сақтау, олармен байланыс орнату ол денсаулық сақтау министрлігінің бірінші міндеті. Сондықтан бұл мәселе жөнінде мүмкін денсаулық сақтау министрлігі қорғау органдарымен бірге отырып, сол шетелдегі балалардың жағдайын білуге, мен ойымша, жұмыс жасау қажет деп ойлаймын. Шетелге балаларды сату мәселесі жөнінде, сату ма және асырауға беру мәселесі жөнінде бір өзгерістер қажет шығар. Өзіміздің халық 20 миллионға әрең жетіп жатқан кезде біз шетелге бала асырауға беріп қайбір жетіскеніміз. Осы тұрғыда мен ойлаймын, бір тек қана мемлекеттік тұрғыда емес, жалпы біз қазақ тұрғысында, ұлт тұрғысында ойланатын мәселе бар. Швеция полициясы 2023 жылы жұрттың алдында Құран кітабын өртеп, бірнеше наразылық акциясын өткізген. 38 жастағы ирактық Салбан Момика кісі қолынан қаза тапқанын мәлім етті. Момика Швецияға 2018 жылы Ирактан көшіп барған. 2021 жылы ер адам 3 жылдық тұруға рұқсат алады. 2023 жылы исламға қарсы бірнеше наразылық акциясын өткізді. Аталған жылы Құрбан айт мерекесінің бірінші күні Стокгольмде бас мешіттің жанында акция ұйымдастырды. Ал Швеция үкіметінің мәліметінше сөз бостандығы туралы швед заңына сәйкес мұндай акцияларға тыйым салуға болмайды екен. Оқиға оның этникалық немесе ұлттық топқа қарсы арандатушылық жасаған әрекетіне қатысты болуы мүмкін деген болжам бар. Маңғыстауда фитнес жаттықтырушы Алина Серікованы қорлап, өз-өзіне қол салуға итермелеген қылмыскерлерге үкім шықты. Қылмыстық істі ұйымдастырушы өмір бойы бас бостандығынан айырылса, қалған 4 айыпталушыға 13 жыл мен 16 жыл аралығында үкім кесілді. Соттың мәліметінше, сотталушылар марқұмды ұрып соғып, күштеп, көлікке отырғызып, ұрлап кеткен.
Сотталушылардың бірі қызды қорқытып, есірткі қолдануға мәжбүрлеп, арам пиғылын іске асырған. Бұдан бөлек жәбірленушіні қорқытып, ақша талап етіп, телефоннан 2 миллион теңге несие рәсімдеген. Осыдан кейін қызды босатып, біреуге бұл жөнінде тіс жарса өлтіретінін айтқан. Бірнеше күн өткеннен кейін жәбірленуші қыз өз-өзіне қол жұмсаған. Allah berdi deseler. Burada Allah'dan Премьер-министр орынбасары әрі ұлттық экономика министрі Серік Жұманғалин елде кәсіпкерлерге салынатын қосылған құн салығы көтерілетінін айтты. Қосылған құн салығын көтеру халыққа қалай әсер етпек? Қарапайым кәсіпкер 12% төлейді толығымен. Сол себепте қазір біз нақты ешкімге айтқан жоқпыз, біз 20% жасаймыз деп. Бірақ әйтеуір сондай көтереміз деген жоспарымыз бар. 16-дан 20%-ға дейін көтерсек, орташа бір кәсіпкерге жүктеме 4%-дан астам болмайды. 4%. Әрине, құн салығы көтерілген ол оңай болмайды. Құн салығы ол жаңа межеленген үлкен жаңа қаржы табатын ұйымдарға қойылғанмен, ол жерде жұмыс істейтін қарапайым халық. Сондықтан құн салығы көтерілген сайын қарапайым халықтың жағдайы қиындап кетуі мүмкін. Сондықтан бұл мәселені біз әлі қараудамыз. Жұмыс тобы жұмыс істеп жатыр, толық шешім болған жоқ. Көрші Қырғызстанда автокөлік салығынан азаматтарын босатып жатыр ғой. Енді біздің елде мына қосымша құн салығының өсуі бұл біздің экономикамыздың қандай да бір тығырыққа тіреліп тұрғандығын көрсетпей ме? Бұл енді былай қарағанда үкіметтің амалы жоқ тірлігі. Себебі жаңа айттым ғой, бюджеттің тапшылығы бар. Сол бюджеттің тапшылығын жабу керек болып жатыр. Әрине енді тек қана бюджеттің шығыстарын қысқартумен онымен шықпайды. Жалпы негізі сондай ойлар бар. Бірақ енді оны қайталаймын, ол тек қана біз олар ғана, үкімет қана осындай шешім қабылдады деп қабылдамай, оны дәлелдеу керек. Оны бізге есептеп берсін. Мүмкін ол бизнес қауымда да қазір шында да біраз шығып жатыр бізге. Оны көтеру қиын болады бізге деген. Баға өседі, оны ашық айту керек мысалға. Одан бөлек жаңағы тарифті көбейтейін деп жатыр ертең коммуналдық тарифтерді. Одан бөлек жаңағы жағар жанармайдың бағасын өсірейін деп жатыр енді. Оның бәрі түсінікті, ол нарықтың тірлігі. Бірақ та ол қалай халыққа әсер етер. Сол жағында да оның нәтижесі қалай болады? Сол жағында қарастыру керек, жақсы ма? Бұл мәселеде халықтың, елдің күнделікті күнкөріс жағдайына теріс әсер етпейтіндей шешім қабылдану керек. Қазіргі қосымша құн салығының өздеріңіз көріп отырсыздар. Бұның өзі инфляцияны ұстай алмайды. Көріп отырсыздар ғой, көріп отырсыздар. Қымбатшылық онсыз да орын алып жатыр. Сондықтан қандай да бір шешім қабылданатын болса, елдің халықтың өмір сүру деңгейіне кері әсер етпеу керек деп санаймын. По росту стоимости на нефтепродукты, как вы знаете, уже соответствующее решение принято на энергетическом совете при президенте Республики Казахстан. То есть речь идет о либерализации цен на ГСМ. Также будет осуществляться поэтапный рост цен на сжиженный нефтяной газ. По товарному газу тоже есть определенные индикаторы, связанные с ростом цены. Шын айтқанда мен бар онда әйелім айдайды, жолдасым айдайды, сондықтан 92 ма 95 сондай құяды. Мен жаяу жүремін, мәжілістің қасына тұрамыз. Сондықтан мен нақты айтқанда онша көп қолданбаймын. Такси қолданамын, автобус қолданамын. Біздің экономикамыз өзге мемлекеттердің экономикасына да қарайды. Бензиннің қымбаттауы барлық елдерде бар. Біздің тіпті Әзербайжанның өзі мұнай шығаратын Ресей немесе басқа да көрші мемлекеттерде. Сондықтан бұл мәселені үкімет жан-жақты саралады ғой деп ойлаймын. Әрине енді ол қарапайым халықтың әлеуметтік жағдайына әсер етеді. Бірақ соған қарай үкіметтің де алгоритмдер бар шығар деп ойлаймын. Егер коммуналдық төлемдер, жанармайдың өсуі секілді бастамаларды қымбатшылықты әсіресе тікелей халықтың өмір сүру деңгейіне әсер ететін тауарлардың қымбаттауын мен қолдамаймын. Бұны да мен бұған дейін бірнеше рет айтқан тұғыммын. Азаматтардың төлейтін қаражаты мен табатын табысының арасында баланс болу керек. Өкінішке орай бізде қазір дисбаланс. Бүгінге осы ақпараттық қолдау білдіреміз, жазылуды ұмытпаймыз.